Араб тілінен 9-шы сабақ. Біз алдында өттік қой, әна деген мен, әнта деген, әнти деген сен, хуахия деген ол деп. Енді мына жерде соған байланысты жаттығу беріліп тұр. Мысалға, тобибун деген дәрігер, иә. Оған хуа қоямыз ба, әлде хия қоямыз ба? Тобиб деген мужской род болғандықтан біз оған хуа қоямыз. Келесі муалима деп тұр. Муалимаға әнта қоямыз ба, әнти қоямыз ба? Әнти қоямыз, себебі муалима бұл жерде әйел тегінде тұр. Әнти муалима болады. Одан кейін мумарридо. Мумарридо деген медбике. Хуа қоямыз ба, хия қоямыз ба? Хия қоямыз. Яғни ол деген ғой аудармасы. Ол медбике. Бұл жерде хияны қою себебіміз бұл әйел тегінде тұр. Келесі толибун деген студент. Толибун ер тегінде тұр, сол себепті әнта толибун. Сен студентсің. Одан кейін муалимун әна, сосын әнти деп екі нұсқасы тұр. Әнти деген ол әйел тегіне қолданылады. Сондықтан әна муалимун болады. Яғни мен мұғаліммін. Одан кейін толиба, бұл да студент, бірақ қызы студент. Бұған әна қоямыз, себебі хуа деген ер тегінде тұр. Әнәні біз әйел тегінде де, ер тегінде де қолдана аламыз. Әна толиба, мен студентпін. Тобиба деген дәрігер, бірақ бұл жерде әйел адамға қатысты айтып тұр. Сол себепті әнта сен деген бұл жерде ер тегінде тұр, сол себепті әна қоямыз. Сонда әна тобиба, мен дәрігермін. Одан кейін маррит деген медбике, енді бұл неде тұр? Ер тегінде тұр, сондықтан хуа қоямыз. Хуа мумаррит. Енді сандар 16 деген ситтата ашара болады. 17 сәбағата ашара, 18 саманията ашара, 19 тисата ашара, және 20 айшрун.